Күннің қайырлысы болсын. Сіздермен бірге дәл қазір психолог Жанар Исмаил. Бұл аудио арнайы болашақ аналарға арналады. Дәл қазіргі жүкті аналарға арналады. Дәл қазіргі сәттегі ішкі қорқыныштарын бір қалыпқа келтіруге бағытталған арнайы техника. Қалай орындалады? Міндетті түрде қалам мен дәптер қажет. Тыныштық, өзіңізге арналған уақыттың болуы өте маңызды. Бұл техникаға 1-20 минуттан 1 сағатқа дейін уақыт кетуі мүмкін. Хат жазамыз. Кімге және қалай? Бірінші, анадан болашақ дүниеге келетін баласына арналған. Иә, толықтай балаңызға қандай, түр әлпеті, дәл қазір ішіңізде жатқанда не істеп жатыр, шыққаннан кейін балаңыз қандай болады, денсаулығы жағынан, барлығы жағынан ойыңызға не келді, қалай сіздің ойыңызша ішіңіздегі баланың сезімдеріне, барлығына тоқтала кетсеңіз болады. Ашық түрде бұл хатты ешкім оқымайды. Сондықтан бұл тек сізбен болашақ сіздің дүниеңізге, өміріңізге келетін балаға арналған дүние. Қарым-қатынасыңызға арналған дүние. Осы хатты жазып болғаннан кейін келесі хатқа көшеміз. Енді іштегі болашақ өмірге, сіздің өміріңізге келетін, өмірге алып келетін баладан сізге арналған хат анасына. Бұл жерде де фантазияңызға ерік беріңіз. Дәл қазір сіздің осы қазіргі қорқыныштарыңызға байланысты босану процесіндегі. Немесе жолдасыңызбен қарым-қатынасқа, сырттағы адамдармен қарым-қатынасқа байланысты баланың ойы қандай екен. Және сізге деген махаббаты туралы барлығын толықтай жазсаңыз болады. Енді бұл жерде фантазияңызға ерік беріңіз. Келесі 3-ші хат ең керемет болады. Осы 2 хаттан кейін жазып мүмкіндігіңіз болса, шаршап қалмасаңыз, ендігі хат бір өмірлік сценарий ретінде. Сіз сырттай өзіңіздің балаңызбен өзіңізді сырттай көріп тұрғандай, баламен анасының қарым-қатынасын болашақта дүниеге келген сәттен бастап екеуі не істеп жатыр, қалай бір-бірімен қарым-қатынасқа түсіп жатыр. Анасының баласына деген махаббаты, баласының анасына және әкелеріне, әкесіне бағытталған, және анасының күйеуіне деген, немесе бауырлары болса, ол баланың болашақ келетін, солармен қарым-қатынасы туралы өмірлік қысқаша бір сценарий жазу. Бұл жерде де мүмкіндігінше фантазияңызға ерік беріңіз. Бұл техника арқылы не өзгереді? Ішкі дүниеңіз, состояниеңіз, дәл қазіргі қорқынышқа байланысты дүниелердің барлығы кішкене азая түседі. Фантазияңызға ерік бергеннен кейін көптеген ішіңіздегі бір махаббатыңыз ашылып, бір тыныштыққа кенелесіз. Әрине, бір сәттер болуы мүмкін, кішкене көз жасын алып келетін, немесе көңіліңізді түсіретін. Бірақ бұл уақытша дүние екенін есіңізге салыңыз. Және өте жақын уақытта сіз ішіңізде қазіргі жатқан сәбимен кездесетін сәтіңізге маңызырақ, сол сәтке көбірек көңіл бөліңіз. Хатты жазып болғаннан кейін жоғары бір жерге қойып қойсаңыз болады. Кейін, дүниеге келгеннен кейін, есейгеннен кейін балаға оқып берсеңіз өте керемет деп ойлаймын. Бір-біріңіздің қарым-қатынастарыңызды есе жақсарта түседі деген ниеттемін. Осы хат арқылы ол болашақта келген балаңыз қаншалықты сіз оны күткеніңіз, қаншалықты сіздің махаббатыңыз соншалықты үлкен болғаны, осының барлығын бір-біріңіздің қарым-қатынасыңыздың реттелуіне алып келеді. Сәттілік сізге және аман-есен дүниеге өзіңіздің ішіңіздегі дәл қазіргі сәттегі сәбиіңізді алып келуге тілеймін. Сізге және сәбиіңізге денсаулық.